Good morning, guys. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге the present continuous tense созылыңқы осы шақты түсіндіретін боламын. Continuous'те сөйлем құрау үшін бізге to be етістігі қажет, және етістіктің бірінші түрі етістікке ing жалғаймыз. Present continuous созылыңқы осы шақ дәл осы уақытта орындалып жатқан оқиғаларды айтқан кезде қолданамыз. Асем is talking on the phone at the moment. Әсем дәл қазір ұялы телефонмен сөйлесіп жатыр. Екіншіден, оқиғалар дәл қазір орындалмаса да, басталып, бірақ әлі аяқталмаған жағдайда. Are you still working in America? Сен әлі де Америкада жұмыс жасайсың ба? Үшінші жағдай, қайталанып жатқан оқиғаларда және always, constantly, forever сөздері пайдаланғанда. Why are you always interrupting people? Неге сен ылғи да адамдардың сөзін бөлесің? Төртіншіден, болашақта жоспарланып жатқан іс-әрекеттер жайында әңгіме қозғалса. He is speaking at the conference this evening. Ол бүгін кешкі конференцияда сөйлейді. Яғни, болашақта бір болатын іс-әрекеттерді де айтқан кезде қолданамыз. To talk about things that are happening at the time of speaking. Яғни, іс-әрекет дәл қазір болып жатқан кезде қолданамыз. To talk about things that are happening around present time. Қазіргі сәтте болып жатқан іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. To talk about plans, things we have arranged to do in the future. Болашақта да қандай жоспарларымыз болған кезде де біз осы present continuous'ты қолданамыз. Мысалдарға назар аударайық. I'm ironing my new blouse. Мен жаңа блузкамды үтіктеп жатырмын. She's working until late this week. Осы аптада ол кешке дейін жұмыс жасайды. I'm visiting my friend Sue next weekend. Осы аптада мен досыма барып шығамын. Present continuous бірінші жақта I, am мен қолданылады білесіздер. He, she екінші жақта is бен, үшінші жақта көпше түрде you are, we are, they are көпше түрде қолданылады. Working, жұмыс жасап жатырмыз. He's working, ол жұмыс жасап жатыр. We are working, біз жұмыс жасап жатырмыз. Positive, яғни болымды түрі, негатив, болымсыз сөйлем жасағанда I am not көмекші етістіктен кейін not жалғауы тұрады. Question, сұрақ қойған кезде көмекші етістік to be, am, is, are алдыға шығады. Is he working? Ол жұмыс жасай ма? Present continuous'та сөйлемдері stative verbs пен жасай алмаймыз. Stative verbs дегеніміз адамның ойлау қабілетін, сезімге байланысты, адамның қалауы, көру, сезіну, осы етістіктерді біз present continuous'та қолданылмаймыз. Олар осы кестеде бар, есте сақтап алыңыздар. Мысалы, know, believe, think етістіктерін алып қарайық. Know, білу, believe, сену, think, ойлау. Бұл етістіктер present continuous'та қолданылмайды. Олар present simple'да жасалады. Мысалы, мен білемін деп айтқымыз келсе, I know. Мен сені дәл қазір көріп тұрмын деп айтқымыз келсе, I see you now. Яғни бұл сөйлемдер present simple'да жасалады. Етістіктерге ing жалғауын дұрыс жалғай білуіміз керек. Енді бірінші walk, cat, sleep еш қиындықсыз ing формасын жалғадық. Study, play, buy бұл жерде де еш өзгеріссіз ing жалғауын жалғап отырмыз. Go, going, do, doing. Енді келесі етістіктер еге аяқталса, и әрпі бізде шектеледі, яғни writing, taking, driving болып жалғанады. Lay, lie сөздерінен назар аударыңыздар, ортасындағы әріптер қалып қойып отыр. Swim, run, stop. Бұл жерде дауысты және дауыссыз дыбыстар қатар келіп жатса, яғни әріптер екі еселеніп жатады. Swimming, running, stopping. Соңғы әріптер
дауыссыз, дауысты, дауыссыз болып келсе, бұл жерде әріптер екі еселенеді. Present continuous'та біраз мысалдар келтіріп көрейік. The boys are playing football after school. The boys бастауыш, енді көмекші етістік керек. To be are бұл жерде, және етістікке ing жалғаймыз. Ұлдар мектептен кейінгі ойнап жүр. They are learning Spanish now. Олар испан тілін оқып жатыр. She's working right now. Дәл қазір ол жұмыс жасап жатыр. Болымсыз түрін жасасақ, not жалғанын жалғаймыз. She's not working right now. Сұрақ қойсақ, is көмекші етістігін алдына қоямыз. Is she working right now? Ол дәл қазір жұмыс жасап жатыр ма? Назарларыңызға рахмет. Present continuous жайлы толық ақпарат айтылды.